والمسلمين ورحمة الله علينا وعلى كل المؤمنين وارحم سخيب غزة التغامي ولكن وجرتقان جبار ем Алла тағала асымызға далдық, асымызға мандық бере көр Алла. Наурыз мейрамы құтты болсын. Осы мұражайдың жанұяларына, осы қызметкерлеріне бәріне тауфықты ғидаятты өмір бере көр, тілеген армандарыңызға жетіп бақытты болыңыздар. Еңбектерің жемісті болып, тең құрбыларың алды болыңдар. Алла енді астанаға бермейтін. Құрметті бауырларым, мынау ата-бабамыздан келе жатқан дәстүр. Мынау бас табақта жая, омыртқа, жамбас, жал, жая, қазы қарта, бауыр, барлық мүшелер салынады. Соның бастағанда жаядан бастап, жаяны өте сыйлы адам, құда болса, құдағи болса, сол адамдарға беріледі. Өзінің бастығы болса, сол мекеменің нелеріне. Сосын омыртқа, омыртқаны турайды. Омыртқа да үлкен адамға берілетін дүние. Омыртқаны да өздеріңнің бастықтарына нелеріңе беремін, үлкен кісілерге. Сосын жамбас, бұлар бас табаққа салынатын мүшелер, қай жерде болсын. Сосын қазы қарта, бауыр, барлық табақтарда болады. Сосын біздің ертеден келе жатқан дүние мынау бас табақ, сый табақтың барлығында да осындай мүше омыртқа, жамбас, жал, жая, солар бәрі болады. Сосын сый табақты сыйлы кісілерге, құда-құдағиларға, үлкен кісілерге, ардагерлерге солардың алдына тартылады ол табақтарды. Одан басқа орта табақ болады. Орта табақта қойдың еттерінен манағы асық жілік, онда да жамбас салынады, басқа да мүшелер салынады, сүбелер. Сосын күйеу табақ болады. Күйеу табақта онда төс салынады, асықты жілік салынады. Асықты жілікті күйеудің жолдас күйеу жігітке береді. Олар асықты жіліктен шүмек жасауға оны оңдап мүжіп, әдемілеп, келесі болашақ балаға неге соны даярлап қояды оны. Бесікке. Ал енді сосын қыздардың табағы болады. Қыздардың табағында оларға тоже асықты жілік, сүбелер, ортан жілік, содан кейін құйымшақ, үйде отырып қалмасын деп, оларға әдейі оны салады. Ол өте дүние, жақсы дүние. Сосын бауыр менен құйрықта салынады, мынандай жерлерде. Онаға құда-құдағилар бір-бірмен бауыр туыстай болып кетсін деп, құйрық бауыр жегізетін содан, ертеден қазақтардың. Сосын жастардың табағы болады. Жастардың табағында да ортан жілік, жай жіліктерді салады, сүбелерді салады. Сосын қара еттерді салады. Аяқ табақ деген болады. Ол аяқ табақ деген ауылдың кісілері қалған еттердің бәрін соған салады. Астауға салып, ауылдың басқа жұрттардың бәріне түгел осындай мейрамдарда нелерде жай қалмасын деп, бәрі ауыз тисін деп беріледі. Одан басқа жастардың табағын айттым да, жастардың табағында да әлгіндей жіліктер салынады, асық жілік салынады, жауырын салынады. Ол ненің қойдың еттерін, мүшелерін, сосын жылқының еттерінен де үлкен табақтан, бас табақтан, сыйлы табақтан жастарға, қыздардың табағына бөліп әдейі береді. Жастардың табағында және шұжықта болады, оларға ауыз тигізеді, шұжықты тоже оларға да беріп. Қыздардың табағында да шұжық болады. Біздің жақта солай жасайды. Барлық жерде де солай шығады. Бүкіл ел-елдің дәстүрі әртүрлі болады. Кейбір жерлерде қалай табақ тартуына байланысты берген тамақтарына, бар дүниелеріне қалай солай қарай нетіледі негізінде. Ал енді біздің ата-бабамыздың бір жақсы салты ертеден келе жатқан 3 баласына қазақ ертеде
барлық нелерін бөліп берген, өздерінің байлығын несін бөліп бергенде бөлінбей қалған жалғыз ғана манағы қонағасы бөлінбей қалған. Оны әке шешесі айтқан, қай уақытта түнде кел, күндіз кел, келген кісіге қонағасыға асып беруге, оны манағы бір-біріңнен еш уақытта ауыз бірліктеріңнен айырылмай, бір-біріңмен жақсы болу үшін. Сосын қазақтар қайсысы болсын бір-біріне келген кісілерді қарсы алып, қонағасын әр уақытта берген, түнді келсін, күндіз келсін, ол бөтен адам болсын, қандай адам болсын, сол қазақ халқының бір несі, дәстүрі келген адамды құрметтеп қарсы алған. Еш уақытта ондай бөтен не болмаған. Сосын олар өзі ел жұртымызда қаймақ майы, құрты барлық үстелдің үстінде тұрған, бауырсағы бәрі. Келген адамға үйінің несі, есігі әр уақытта ашық болған, төрге қонақтарын қандай адам болса да төрге шығарған. Мынау Наурыз мерекесінде егер бір-бірімен ренжісіп жүрген туыстар болса, көптен бері араласпай жүрген ағайындар болса, құдандалы жекжаттар болса, солардың бәрі бір-біріменен араласатын болған, сол күні кешіретін болған, кешірімді болып. Мұның алдында Наурыздың әуелі бірінші басталатыны 14 күн амал күні. Біздің жақта амал дейді, солтүстік жақта барлық жерде де амал дейді. Амал күні және көрісу күні дейді. Соның жылына бір рет төс соғыстырып, бәрі бір-бірімен көріседі. Сонда барлық қателіктері болса, бұрын ренжіткен дүниелері болса, солардың бәрі кешірілетін күн. Көрдіңіз бе, содан бастап. Одан кейін әке шешелерін, ата-енелерін еске алу күні 16-сында. Қазір біздің президентіміз бір несінде айтып өтті. Видимо, енді бұдан бұлайғы уақытта Наурыз мерекесі 10 күндей, наверное, мейрамданатын болады шығар. Неге десеңіз, еске алу күні үлкен кісілерді, сосын бір-біріне деген бірлік күні, сосын амал күні, төс соғыстырып амандасатын. Сосын мынау Наурыз мейрамы күн мен түннің теңелетін уақыты. Бұл уақытта барлық өмірдің жаңадан басталып, жан-жануардың бәрінің өмірге деген құштарлығы қайтадан басталып, соның жақсы дүние басталатын, соны сақтаған біздің халықтың бір жақсысы. Ертеде мынау діни нені біздің елдерге, біздің жаққа алып келген уақытта қожалар жібереді ғой. Соларды алып келген уақытта біздің жақтың нелері ертеден сақтаған манағы дәстүрлері осы ислам дініменен бірге саппадай еткен бүкіл діндерменен. Сосын біздің халықтың бір жақсы тәрбиесі, қандай дін болсын, мынау кітап түскен бүкіл діндерді, Айса пайғамбардың болсын, Давид пайғамбардың болсын, Мұса пайғамбардың, Моисейдің болсын, кітап кімге түсті, соның бәрін құрметпен қарайтын болған. Құрметпен қараңдар деп біздің Расулаллах Мұхаммед пайғамбарымыз хадисінде де айтып кеткен негізінде. Адамның осындай достық бірліктеріңізден айырмасын, дастархандарыңыз әр уақытта бай болсын, қызық қуанышқа жайылсын, өздерің еңбектерің жеміс болып, осы мұражайларың жарқырап, ел жұртқа бүкіл өзіміздің республикада ғана емес, барлық әлемде әйгілі болатын болыңыздар. Бәрі жақсы болсын. Сіздерге бақыт, амандық тілеймін. Жанұяларыңыздан қызық қуаныштан айырмасын.
жеткізсін. Қарамайды, жас болып үлкен Алла болса. жеткізсін. Бірақ та біз қазір ойлаймыз осы. Енді уақытта жаста да үлкен болсаң да қай болсаң үйлене бересің ғой, өзің не болсаң. Сонда сіздерге көп рахмет, Наурыз мереке то жақсылап келсін. Ендігі жол Құдай қаласа тағы да кездесіп бәрі де бірге тек қана елімізге тестік қапамыз жұртымыз аман болсын. Бәрі сол жастар үлкендер бәріміз үлкен кішіге де береке болсын, басына да осы бәрімізге жақсылық келсін. Елімізге де жұртымызға да енді выбор қазір орнатып жатыр. Алла жазсын біздің Қазақстан жаңа Қазақстандай алға жүре берсін деймін. Әмин. Бәріміз бізге жолымыз ашық болсын. Біздің музей бүгін биыл 5 жыл ғой. Енді 5 жыл жас музей 5 жыл болды. Сол Құдай біздің музейде қазір республика болып шетелде бәріне сол Қайырлы құтты болсын. Біздің мақсат қойдық, жоспарымыз ғой. Бәрі соған жетейік, Құдай қаласа барса. Бәрімізде коллектив жақсы, сол коллективіміз бәріміз аман болып, бәріміз отбасыларыңа жақсылық, бақыт тілеймін. Ойлап барда сол армандарға жете беріңіздер, бәріңіздер қойған мақсаттарыңыз бар, солардың бәрінде. Соған бәріміз жетейік, өздеріміз. Осындай дәстүр, қазақтың дәстүрі ғой. Адам үшен біліп, сіз өзіңіз айтып, біз де үйреніп, жастар үйреніп, соғанда қазақтың дәстүрін ұмытпай бәрімізді қандай жақсы негенде. Сол дастарханымыз мол болсын, ойым жоқ болсын, майлы болсын деймін. Дастархан жайлы болсын сол. Аман саулықпен, жақсылықпен, енді Құдай қаласа, біздің ендігі жылы тағы да осылай Наурыз бірге кездесіп, бірге аман болып, сол сізбен де енді Құдай қаласа. Сол аман болыңыз, рахмет көп. Денсаулығыңыз мықты болсын. Рахмет. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Дастархандарыңыз бай болсын, қазан ошақтарыңыз май болсын, төрт түліктеріңіз сай болсын. Мынау Наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын. Алла тағала жортқанда жолдарың болсын, тілеген армандарыңызға жетіп бақытты болыңыздар. Мұражайдың бүкіл барлық қызметкерлері қуаныштан бастап бәрің тілеген армандарыңа жетіп бақытты болыңдар. Тең құрбыларың алды болыңдар. Еңбектерің жемісті болсын. Жан ұяларың өсіп өркендей берсін. Өркениеттен өркениетке жете беріңіздер. Алла тағала тиіштікпенен бүкіл әлемге әйгілі болып атқан осы мұражайларыңыз бәрі өте жақсы болып, қызық қуанышқа, игілікке, халыққа, халықтың тәрбиесіне айналатын орталықтың бірі болсын. Алла барлық жақсылық болсын. Осы ауыз бірліктен, амандықтан айырмасын. Барлық жақсылық үйіліп, төгіліп келе берсін. Бақытты болыңдар.